Буын қызметін жақсартатын рецепт. 300-400 грамм сарымсақты тазалап, еттартқыштан өткізіңіз. Оны 1 литрлік банкаға салыңыз да, үстіне сапалы, тазартылмаған өсімдік майын құйыңыз. Қоспаны қараңғы жерде 2 апта бойы күнделікті араластырып тұрып тұндырыңыз. Дайын болған сарымсақ майын 3-4 қабат тәке арқылы сүзіңіз. Қолдану тәсілі: ауырсынған жерге жағыңыз, мысалы, остеохондроз кезінде белге немесе артроз кезінде буындарға. Үстінен полиэтиленмен жауып, жылы шарфпен ораңыз және түні бойы ұстаңыз. Алғашқы күндерден ақ жеңілдік сезініп, қозғалыс жақсарып, ауырсыну азаяды. Емдеу курсы 2 ай. Сарымсақ ауырған буын маңындағы қан айналымын жақсартып, оның қалпына келуіне ықпал етеді. Каналға жазылуды ұмытпаңыз. Сіз менің каналыма жазылсаңыз өкінбейсіз. Тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Сізді қызықтырып жүрген сұрақтар болса, комментарияға жазып кетіңіз. Мен сізге міндетті түрде жауап беретін боламын.